Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Марғұлан Нұрлан Өнербаевтың ұлы болғанымыз үшін қатты қысым сеземіз. Жібек жолы телеарнасының бүгін лайф бағдарламасына Нұрлан Өнербаев пен оның ұлдары қонақ болды. Өнер иесінің қос перзенті де әкесінің жолын жалғастырып жүр деп хабарлайды Қазнұр көзі. Мен сонау 1978 жылы оқу бітіріп мамандық таңдар кезде ата-анам ешқандай талап қоймаған. Мамандығымды өзім таңдадым. Мен де балаларыма ондай талап қойған жоқпын. Әсіресе Мақсатқа. Мақсаттың алғашқы мамандығы экономист. Одан кейін заңгерлікті оқыды. Бұл салада жұмыста істеді. Бірақ бойда бар қасиет бәрібір жатпайды екен ғой. Баламды бәрібір өнерге әкеліп дейді Нұрлан Өнербаев. Ал екінші ұлы Марғұлан Нұрлан 5 жасынан бастап музыка саласында білім алған. Марғұланды өнерге 5 жасынан бастап баулыдық. 6 жасында Алматыдағы Байсейітова атындағы арнайы мектеп-интернатында оқуға бердік. 6 сыныбында Астанаға ауысып келіп, осы жерде Шабыттың шанындағы мектепті бітірді. Кейін колледжін, сосын университетін бітірді. 18 жыл пианист ретінде оқыған мамандығының бүгін жемісін көріп, қазір шәкірт тәрбиелеп отыр дейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.